Сауап жасаймын деп, бұл болған оқиға бізге өмір бойы сабақ болды. Ассалаумағалейкум, құрметті Корея көмек оқырмандары. Сіздермен бірге TikTok платформасында трендтен түспей жатқан Самат Ахмет. Бүгін біз оңтүстік Корея уақытымен сағат 8:00, қазір біз тікелей эфирімізді бастағалы жатырмыз. Бүгінгі тікелей эфир кезінде көреміз ток-шоуында көре алмаған, тыңдай алмаған жазбаларды, запистерді тыңдайтын боласыздар. Иә, Қазақстанда тек шындығын айтатын, халыққа шырылдайтын, шындықты жеткізетін бір ғана арна бар. Ол да болса Азаттық телеарнасы. Көреміз ток-шоуын біз алдында көріп жүрдік. Иә, шындықты айтып жатыр екен дедік. Алайда кеше осы екі балаға қатысты болған ток-шоу кезінде тілшілер біздің берген көптеген ақпараттарымызды әлеуметтік желіге шығарған жоқ. Руслан Мұртты бәрі жерді құртты. Саматты Корея көмекті алаяққа шығарды. Ол видеоларды сіздер жақын күндері әлеуметтік желіде көретін боласыздар. Ал енді Самат Ахмет екі баланы ұстатып 30 миллион ақшаны қалтасына басты деген халықтың сұрағына бір ғана аудио жазбамен мен жауап бергім келіп отыр. Негізінде бұл балдарды кім ұстады? Алдымен мына бір записті тыңдайықшы. Алло. Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Мен Саматтың ғой, Руслан аға. Өткенде сізбен байланыс орнатып едік қой. Самат. Руслан аға, Нұрсұлтанды кім ұстатты? Біз ұстаттық па, әлде басқа адам ұстатты ма? Соны өзіңіз шындығын айтыңызшы. Мен саған айтып ғой, сен вообще арада жоқсың. Мен саған бір нәрсе айтып жатырмын ба, сен туралы мен сөйлеп жатырмын ба? Қазір жазып жіберіпсің, мені ұстады деп. Сен ұстағаныңды мен білемін ғой, мен баламды кімге тапсырып, кімге қойғанымды, кімде екен. Ал сен қатысың жоқ, сен қазір жаз. Руслан аға, біздің бар болған мақсат, бұл балдар мен Кореян түрмесін көріп жүргеннен кейін осы жердің түрмесінде қалып кетпесін, сотталса да Қазақстанға кетсін деген мақсат болды. Сол мақсатта іздедік. Енді адамдар қалай түсінеді оны? Ол жағы маған қызық емес. Ал бірақ бұл жерде бастысы сізді балаңызды мен ұстатқан жоқпын ғой. Сіз соны өзіңіз білесіз, кім арқылы ұстатқаныңызды. Иә. Яғни сіз мойындайсыз ғой, осы Нұрсұлтанды мысалға біз ұстап бермегенімізді сіз біліп тұрсыз ғой. Иә, білемін. Оны кім ұстап берді? Мен өзім жібердім яға. Мен өзім жібердім баламды. Мінекей тыңдап тұрсыздар, яғни Нұрсұлтан деген азаматты миграцияға жіберген өзінің туған әкесі. Бұл шындықтар кеше көреміз бағдарламасында шыққан жоқ. Ал бірінші бала Үміт, ол бізбен байланыс орнатып, оның барлығы алдын ала жасалған дүние. Оны Үміт түрмеден шыққан соң біле жатарсыздар. Кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс екендігін. Нұрсұлтанның мәселесі жабылды. Халықтың көзі ашылды. Яғни мінекей қазір әкесімен болған сұхбат Нұрсұлтанды тікелей әкесінің өзі миграцияға тапсырған. Нұрсұлтан үшін ешқандай мемлекет тарапынан ақша бізге берілген жоқ. Түсінікті ғой. Бұл тақырыпқа қайта оралмайын. Ал әлеуметтік желіде інісінің арқасында шулап жатқан трендте жүрген Умида. Оның негізгі мақсаты не? Әлеуметтік желіде хит болу ма, әлде халықты алдап ақша жинау ма? Біз осы нәрсені түсіне алмай жатырмыз. Кеше көреміз бағдарламасында бірінші мен Саматқа ақша аудардым, одан кейін Самат Үмітті ұстады деген ақпаратты беріп жатыр. Халыққа шындығын жеткізгісі келетін тілшілер неге шындығын айтпай жатыр? Умиданың телефонын ақтарыңыздар. Бірінші біз Үмітпен сұхбаттастық. Үмітпен кездестік. Барлық мән-жай түсіндірілді. Ол изоляторға тапсырылғаннан кейін оған біз адвокат алдық. Яғни Үміт ұсталғаннан кейін әпшесі ақша аударды. Ақшаның өзі қанша? Қазақстанның теңгесімен 1.700.000 теңге тұратын адвокат. Кореяның ақшасымен 5 миллион. Сол адвокатты 1.700.000 теңгеге емес, мен бар болғаны 500.000 теңгеге сөйлесіп бердім. Сонда 1.200.000 теңге жеңілдік жасап, осы балдар осы жерде қалып кетпесін деген мақсатта жасалған әрекет. Иә, сауаптың бір жері тесік қой. Адамдардың барлығына бірдей жақпайсың, айыпқа бұйырмайсыздар. Қазіргі таңда бұл екі
балаға қатысты жүріп жатқан тергеу жұмыстарын біз әлеуметтік желіге жариялай алмаймыз. Тергеу жабық жүріп жатыр. Негізінде бүгін кездесу болды. Бұл туралы біз жақындарына ақпарат беруіміз керек еді, алайда біз оларға ақпаратты бермейміз. Себебі бұл екі балаға қатысты болып жатқан тергеуді жақындарына айтсақ, олар бірден әлеуметтік желіге шығарып жатыр. Ал әлеуметтік желіге шығарылып жатқан видеолардың барлығы автоматты түрде кәріс тіліне аударылып, осы екі баланың тергеусіне беріліп жатыр. Иә, ол шындықтарды біз бұл жерде білеміз. Сондай-ақ, осы екі балаға не үшін сбор жасап, ақшалай, қаржылай қолдау көрсетпейсін деген отандастарымыздан сұрақтар келіп жатыр. Корея көмек қайырымдылық қоры Оңтүстік Корея елінде қайтыс болған азаматтар мен ауруханаға түскен отандастарымыз үшін қаржылай көмектесу мақсатында ашылған қор. Корея еліне келіп, өздері қолдарынан қылмыс жасаған отандастарымызға көмектесетін қор емес. Тағы да кеше әлеуметтік желіде көреміз бағдарламасында біз Таиландта үш бұрышта қалған екі қазақстандықты Қазақстанға қайтардық деп шулап жатыр, шоуын жасап жатыр. Енді халық осы нәрсені дұрыс түсіну керек. Таиландтағы екі азамат қылмыс жасаған жоқ. Олар жәбірленуші, ол жерге барып олар алданып қалды. Олар өзге елдің заңын бұзған жоқ. Бұл екі азамат Таиландтағы алданды. Ал Кореядағы екі азамат Кореяны алдады, қылмысты жасады. Бұл екі азаматтың болған оқиғасының арасында аспан мен жердей айырмашылығы бар. Халық осы нәрсені дұрыс түсіну керек. Ал егер мемлекетте заң бола тұра, ол заң жұмыс істемейтін болса, ол мемлекет емес. Бұл Корея заңдарындағы кітаптың бірінші бетінде жазылған сөз. Корея мемлекеті өзін президентін соттаған халқы шындықты талап ететін ел. Ал Корея мемлекетіне келіп, Кореяның заңдарын бұзып қылмыс жасап жатқан шетел азаматтарына бұл ел заңы аяушылық танытпайды. Халық осы нәрсені түсіну керек. Өзге елде шығар алдында өзге елдің заңын үйреніп, одан кейін шетелге шықсаңыздар жақсы болар еді. Сондықтан, құрметті отандастар, бұл екі азамат қылмысты жасап, заңды бұзды. Бұл отандастарымызға Корея соты кешірім жасай ма, жоқ па, ол жағын тек соттың шешімінен кейін ғана білетін боламыз. Егер бұл азаматтар заңды бұзбай Қазақстанға кеткенде, бұндай шоу көтерілмейтін еді. Қазіргі таңда Кореяның ішкі саясаты бойынша Солтүстік Корея мен Оңтүстік Кореяның арасында болып жатқан келіспеушілік, соғыс, оны барлығыңыз білесіздер, Корея мемлекетінде жүргендер. Солтүстік Корея еліндегі прокурордың берген ақпаратын жақын күндері әлеуметтік желіге шығарамыз. Оңтүстік Корея полициясы Корея мемлекетіне кіріп қашып кеткен екі шетелдікті ұстай алмай жатыр. Күші жоқ мемлекет. Біз Оңтүстік Кореяны еш қиындықсыз басып аламыз деген ақпаратты таратқан. Бұл үлкен қоғамдық резонанс. Осы нәрсені халық дұрыс түсіну керек. Одан кейін біздің парақшаға кіріп, Корея көмек парақшасында әртүрлі ұлттық мәселелерді көтеретін, дін бойынша мәселелерді көтеретін, адамның жекесіне және мынау Корея көмектің репутациясына тиетіндер, ұлтқа бөлінетіндер, біздің парақшада сіздерге ешқашан орын жоқ. Біз алты алаштың балдарымыз. Ұлтқа бөліп, екі ұлттың ортасына, халықтың ортасына ірткі салатындар. Егер сондай бір ірткі салатын, не болмасам ар-намысқа тиетін комментариялар осы видеоның астында түсетін болса, автоматты түрде бұғатталатындығын ескерткім келеді. Көшедегі бір адамның сөзін тыңдап, қолыңызда ешқандай дәлеліңіз жоқ, аузыңызға келгенді құсқанда тоқтатқаныңыз жөн болар. Иә,
қазір ораза уақыты біз де сабырлықпен үндемей отырмыз. Саматты үндемей отырғаны, бұл азамат алаяқ дегені емес. Алаяқтың алаяқ екендігін тек қана соттың шешімінен кейін ғана білетін боласыздар. Ал Оңтүстік Корея еліне келіп, кедендік бақылаудан өте алмай қайтып кеткен 9 азаматтың екеуі кеше көреміз бағдарламасына шықты. Ол жерде де кәріз компаниясына аударып берген ақшаларымыздың барлық дәлелдерін жібердік. Алайда жаңа айтқанымдай Руслан Мұртты бәрі жерді құртты. Оны әлеуметтік желіге шығарған жоқ. Халыққа шындығын айту керек. Халық сізді жақсы көрмесін, жаман көрмесін, сіз тілшісіз, сіз шындығын айтуыңыз қажет. Құрметті оқырмандар, ораза айы біздің репутациямызды бұзып, біздің ар намысымызға тиген азаматтардың, азаматшылардың барлығын біз Алла үшін кешірдік. Ал сіздерді Алла кешірсін. Негізінде заң бойынша бұл мәселені шешуге біздің ақылымыз жетер еді. Сіздермен бірге болған қысқа уақыт ішінде Самат Ахмет. Ауырмаңыздар, аман болыңыздар. Жақсы, жағымды жаңалықтарымыз көп болсын. Заңды бұзбайық. Аман болайық.